бірақ менің жеке өзіме ол напряг сияқты көрінеді. Сен Тимурды напрягать ететін сияқтысың. Қалай? Өйткені осы сайыс басталғары қандай жарыс болмасын, Тимурдың әрекеті қандай болады? Мен өзім қарап отырамын, өйткені мұқият не болып жатыр екенін көргім келеді да. Бұл бір упражнение болсын, бір нәрсені істейді да, резко аренаға қарайды. Типа, мен істедім міне деген сияқты. Кешегі көрініс қойдағы маған вообще қатты бір ерсі көрінді деп айтсам да болады. Өйткені қойды 60 рет көтерді, красавчик, рекорд қойды осы жердегі. Бірақ артынан кейін өздері айтты ғой, 80 көтерсең, сразу үйленіп кетеміз деп. 60 көтерді да, и аренаға анандай көзбен қарап жатыр да, 60-ақ боқпалды енді деген сияқты, анандай бір. Кешірші мені, неге мен 60 көтердім, ары қарай көтере алмадым мен деген сияқты бір көрініс болды да осы жерде. Менің жеке өз көзқарасым. Ол нәрсені алып тастау керек негізінде ше. Қолдау деген менің ойымша. Осы кезде сайыста, қазіргі сайыста сен максимально бұның настроениесі болмаса да, бұл бір жылдап болатын нәрсе емес қой, Аригөш. Бұл бір апталық сайыс шығар, бір апта шыдап, осының мінезіне көңіл күйі болмай қалса, бәріне үндемей келсең, ол басқаша түсіп. Бауыржан мырза, кәмен сөз сұрақ қойып. Айта салайын мен, просто төмен бал алып қалса ол настроение түсіп болады. Настроение түсіп қалған кейін ол аренаға қарайды. Өйткені ол аренаның көңілі түсіп тұр да, ол төмен бал алып қалғаны. Дұрыс, ер азаматтың бірінші болғанын қалайсың, бірақ ол подходты басқаша істеу керек деп ойлаймын.